Коммунизм аймағынан бізде кезекті түсірілімге келіп тұрмыз. Осы бөлікте бізде Шәкен Айманов көшесі толығымен асфальтталған. Коммунизм аймағының орталық бөлігі. Осы бөлікте аула бөлігінің көше беттен бөлек қоршалған, ағаш отырғызылған, толығымен осындай қақпа қойылған, және есік алда байқағанымыздай толығымен стяжкіленген, таза ұқыпты. Үй жалпы 1978 жылғы қам-кесектен тұрғызылған. Есік алдында осындай бір көлікке арналған гараж орналасқан. Және аула бөлігімізде навес және баня бар. Аула таза және ұқыпты. Осы бөлікте бау-бақша бөлігі. Кішігірім навес. Келесі кезекте үй ішіне қарай өтсек. Үйіміздің кіреберіс бөлігі. Кіреберіс өте кең. Және одан әрі бізде үйімізде осындай дәліз орналасқан. Дәлізде айтарлықтай кең. Және сол жағымыздан бастасақ, бірінші осы бөлікте жатын бөлме. Үй жөндеуі өте жақсы. Төбеміз натяжной потолок, қабырғамыз обой, полымыз линолеум. Және одан әрі бізде үйіміздің ас бөлмесі ауқымды байқағанымыздай. Одан кейін бізде осындай екі дәліз орналасқан. Осы бөлікте дәліз. Сол жағымызда үйіміздің қонақ бөлмесі. Одан әрі үйіміздің зал орналасқан. Зал ауқымды. Осы бөлікте кондиционер қойылған. Және ары қарай дәліз арқылы екінші жатын бөлмеге қарай өтуге болады. Және келесі бізде санитарлық торап, әжетхана және жуыну бөлмесі толық кафелленген. Осы видеодағы үйіміз ұнаған болса, видео астындағы номерге хабарласып толық ақпаратты біле аласыздар.